Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Нұр Отан партиясының Жамбыл облыстық филиалында үздік бастауыш партия ұйымы республикалық байқауының облыстық қорытындылау кезеңі өткізілді. Мұнда үздік деп танылған 3 бастауыш партия ұйымы желтоқсан айында Астана қаласында өтетін республикалық сайысқа жолдамалады. Байқаудың екінші кезеңіне Тараз қаласы мен аудандық кезеңдерден сүрінбей өткен 29 бастауыш партия ұйымдары қатысты. Олар мұнда жыл бойы атқарған жұмыстарын саралап қорытындылады. Мәселе бастауыш партиялықтар бейнероликтер, фотоальбомдар сияқты көрнекті құралдарды пайдаланып, комиссия мүшелеріне жұмыстарын таныстырды. Өндіріс бастауыш партия ұйымының барлық жұмыстары жинақталып, мына түрде кітапша етіп жасалынған. Сылығы өте жақсы, өйткені біз облыста болып жатқан бүкіл бастауыш партия ұйымдарының тамаша жұмыстарымен көреміз, солардан өзімізге үлкен іс тәжірибе жинақталған жұмыстарды бірігіп істеуге атсалысамыз. Байқауға қатысушылардың дайындығы 7 критерий бойынша өлшенетін болады. Әрбір бастауыш партия ұйымының шығармашылық ізденістері де ескеріледі. Үздіктерді анықтау 2 күн бойы өтеді. Жарыс қорытындысы 1 қараша күні анықталып, жеңімпаздар арнайы сыйлықтармен марапатталып, республикалық байқауға жолдама алады. Нұр Отан партиясының Жамбыл облыстық филиалынан былтырғы жылы, арғы жылы қатысқан бастауыш партия ұйымдарымыз республикалық деңгейде бірінші орынды еш уақыттан бірінші орыннан тыс қалған емес, қатарынан 2 жыл қатарынан үздік деп танылып, бірінші орынды иеленген болатын. Биылғы жылы да біздің бастауыш партия ұйымдарымыздың дайындықтар өте жоғарғы деңгейде. Жыл санап бұл байқаудың қоғам ортасындағы беделі артып, мәртебесі көтеріліп келеді. Бұл әрине бастауыш партия ұйымдарының қызметін жақсартуға зор ықпалын тигізері сөзсіз. Гүлзат Сейдуллақызы, Ермек Асаубаев, жаңалықтар қызметі.